Сәлеметсіздер оқушылар, Шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сын есім деп аталады. Сабағымыздың мақсаты тыңдаған мәтіннің мазмұнын айтамын, сын есім туралы білетінімді еске түсіремін. Балалар, сын есім дегеніміз не еді? Аты айтып тұрғандай, заттың сынын, мөлшерін, түсін, дәмін білдіретін сөз табы, иә? Бізде қандай сұраққа жауап береді? Қандай деген сұраққа жауап береді балалар? Өте қызықты тақырып. Мәтінді тыңда. Суретте не көріп тұрмыз балалар? Суретте ғарышкер, яғни ғаламды көрсетіп тұр, және де оның ішінде скафандр киген ғарышкер жүр. Міне сурет осылай. Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы. Ғарыш алаңы, ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынап, ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Ғарыш айлағы деген не екен балалар? Сынап, ұшыруға арналған ғимараттарды құрастыруға арналған жер екен, иә? Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы. Халықаралық дегеніміз жалпы Қазақтан басқа да ұлт өкілдері оны қолданады екен. Одан көптеген елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері, сондай-ақ ақш, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамымен ғарыш кемелері ұшырылды. Осы елдердің ақш, Германия, Франция, Үндістан елдерінің ғарышкерлерінің ғарыш кемелері ұшырылған екен балалар. Байқоңыр қайда орналасқан? Кім біледі? Өте дұрыс, Қызылорда жақта орналасқан, иә? Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемесі, Салют, Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Мына Восток, Восход, Союз дегендер неге тырнақшаға алынып тұр балалар? Себебі оның бір нәрсенің аты болғандықтан тырнақшаға алынып тұр. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген болатын. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында жасалды. Олардың байланыс құралдары метеорология, биология, қорғаныс, экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал, сол бойынша мазмұнын айт. Мазмұнын айтар болсақ, Байқоңыр ғарыш айлағы жайлы айтылып тұр, иә? Ол Франция, Үндістан, ақш тағы да басқа да қалалардың ғарыш кемелері ұшырылған екен. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы ғарыш кемесі, Салют, Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Осылай мәтіннің мазмұнын қысқаша айтсақ болады балалар. Алдымен мәтінді толық оқы, содан соң сын есімдерсіз оқы. Сонда мәтін мазмұнда қандай өзгеріс болғанын айт. Оқып көрейік. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран жоғары температураға төзімді жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында сенімді байланыс құралдарын да ойластыруы керек. Ал енді сын есімді сіз оқимын. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Түсінікті болды ма? Одан кейін. Ал зымыран температураға төзімді материалдан жасалуы тиіс. Мағынасы мүлдем өзгеріп кетті балалар. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында байланыс құралдарын да ойластыруы керек. Сын есімдер не үшін қажет екен балалар? Өте дұрыс. Жалпы мәтінді толық түсіну үшін, толық ақпарат алу үшін бізге сын есімдер қажет екен. Жалпы айтқанда, сын есім сөйлемдердің киімі болып табылады екен. Ал енді киімі жоқ болса, сөйлем мағынасыз болады. Сол себепті оның киімімен бірге, яғни сын есіммен бірге қолданғанымыз дұрыс. Демек, бізге сын есім өте қатты қажет екен, иә балалар? Тіпті сендер бір жаққа барып оны сипаттау үшін десеңдер, сын есімді қолданасыңдар. Анашым, мен әдемі киім алып келдім. Анашым, мен киім алып келдім деп айта аласыңдар, бірақ ол анықтап айтпайсыңдар. Анашым, мен әдемі киім алып келдім. Керемет жерлерге бардым десеңдер, ол кезде сөйлемді анықтап отырыңыз.
сын есімдердің астынсыз қайсысы негізгі, қайсысы туынды екенін айт. Негізгі сын есім дегеніміз қандай еді? Бір ғана сөзден тұрады. Ал туынды сын есім екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Яғни жаңадан пайда болады. Сонда тауып көрейік. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран дегеніміз бізде қандай? Негізгі сын есім. Ал қозғалшым отын, ал зымыран жоғары төзімді жеңіл. Төзімді жеңіл дегеніміз бізде қандай? Туынды сын есім. Өйткені екі немесе одан да көп сөзден құралып тұр балалар. Дәл осылай қалғандарында өздерің таба аласыңдар. Берілген сын есімдерге сәйкес келетін затты тап, неліктен сол затты айтқаныңды дәлелде. Тауып көрейік. Әрі қалың, әрі ұзын, әрі бұйра, әрі қысқа. Ал енді әрі жарық, әрі кең, әрі биік не болуы мүмкін? Мен сендерге біреуін тауып берейін. Әрі жарық, әрі кең, әрі биік не болады? Үй болады. Ал әрі қалың, әрі ұзын, әрі бұйра, әрі қысқа не болуы мүмкін балалар? Сендер біліп тұрсыңдар, я? Енді осы жерге тағы да мысалдар тапсаңдар, жаза берсеңдер болады. Өйткені бұның нұсқалары өте көп болуы мүмкін. Жұмбақты жатқа жаз, шешуін тап. Үлкен атын табақтан әлемге нұр таратқан. Әлемге таратқан деген сөзден ақ сендер күн екенін біле аласыңдар. Не таратқан? Нұр таратқан. Нұр сәуле таратқан, ол күн бізде. Сын есімдерді тап, жұмбақталған зат туралы тағы қандай жұмбақ білесің? Күн туралы қандай жұмбақ білеміз балалар? Ойланып қарайықшы. Ойланып көріңдер. Үлкен атын табақтан әлемге нұр таратқан. Үлкен, я? Үлкен сын есім. Бұл жерде өте тамаша балалар. Шығармашылық үзіліс. Егер сен құрастырушы болсаң, қандай ұшақ түрін құрастырар едің? Ал балалар, армандаймыз. Біз енді құрастырушымыз. Кестедегі мәліметтер пайдаланып, менің ұшағым тақырыбының мәтінін құрастырып көр. Балалар, өздерінің ұшақтарын құрастырасыңдар. Міне мынада арнайы сөздер бар. Мысал былай жазасыңдар. Мен Ерсұлтан салмағы 560 тонна болатын ұшақ құрастырамын. Бірінші сөйлем. Екінші сөйлем. Оның жылдамдығы сағатына 700 км болады. Қандай керемет сендер ұшақ ойластырып жатырсыңдар, я? Оның түсі ақ болады, немесе қара болады деп өздерің жазасыңдар. Айтасыңдар, менің ұшағымның пайдасы дейсіңдер. Уақытты үнемдеу үшін, адамдарды тасу үшін. Жалпы менің ұшағыммен сіздер уақыттарыңызды үнемдейсіздер, адамдарыңызды тасисыздар деп өзіміз ұшақ құрастырып жіберейікші балалар, ойша, жарай ма? Бұл сабақта не үйрендім? Сын есімді еске түсірдім. Сын есім балалар өте керемет тақырыптардың бірі. Сын есім қандай деген сұраққа жауап береді? Болды. Оны біліп алсақ, болды. Қандай және қай деген сұраққа. Одан кейін сын есім сөйлемнің несі? Киімі. Сөйлем сын есімсіз онша емес болып қалады. Сол себепті сын есіммен бірге сөйлемнің біз мағынасын толық анықтай алады екенбіз. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау, сәлематта болыңдар.